Мен бар ғой. Не тамақ жасайын деп не үшін сұраймын, сенен білесің ба? Тамақ қандай жасайын деп, мен мнениемді білу үшін де? Жоқ. Қандай тамақ жегің келіп тұр деп. Жоқ. Сен жегің келген тамақ жасап беру үшін емес ол. Не үшін? Тамақ жасамау үшін. Жасамай ақ қойжан, бүгін кешке бір жерге барып қайтайық, сол жақтан жейміз деген сияқты айту үшін. Или заказ бере саламыз деп айту үшін. Сен күнде сұрайсың ғой? Ол күнде күтіп жүріп қой. Қашан апарып қайтасың күтіп жүріп қой. Барып келдік қой? Қанша бұл? 2 күн болды ма? Сол барып келдік қой деп айту үшін апардым да, сонда бәрің де сондай ма? Жоқ, енді ладно, апардың, оны апарып барып келдік қой деп айту керек па? Енді сол өз міндет айтқан кезде міндет қылу үшін айттым. Апардың ғой сонда. Бүгін сұрамадың ғой, өзі жасай берейін дедің ғой да? Кеш болған жоқ қой. Сағат енді болған ғой. Жігіттер бәрің де осындай ма не? Қыздар өстесіңдер ма шынымен? Осындай мнениемен? То есть осындай оймен сұрайсыңдар ма? Әйтсе сұрамай-ақ жасай бермеймін ба мен тамақ? Кафеге барайық десем өзім айтамын ғой, кеттік жүр барайық деп. Ой деймін, соны күтіп күнде сұраймын ғой енді. Қашан айтады екен деп. Күнде бармаймыз ғой енді. Күнде барайық. Аптасына 1-2 рет нормально. Ладно, 2 рет барайық, 2 рет заказ берейік. 1 рет сен жасап бер. 1 рет мен жасайын. Ушлый, а? Базар. Өзінің айтуынша примерно 1 рет аптасына тамақ болады, жасайды сол кезде. Қалғанда кафеге барып жүрміз, еще мен жасап беремін, да? Жоқ, 2 рет апарсам болады аптасына. 2 рет заказ берейік. 2 рет апарамын, 2 рет заказ береміз. 3 күн қалды. 2-ін сен жасап бер сонда, біреу. Базар жоқ. Жоқ. Таптым мен. Біреуін сен жасап бер, біреуіне қонаққа барайықшы. Жолдас боларға звондайық онда. Кім бос бүгін деп? Сосын біреу мен жасап бердім, жарайды. Макарон ба? Тауға шығып қайтушы. Шашлық жасап. Шаршаймын мен. Шаршайсың ба? Шаршаймын. Машинамен барамыз ғой? Шайға көтерілмейсің ешқайда. Жоқ. Ол жаққа саяқ алып барасың, оны әкеліп жуасың, шаршаймын. Лучше заказ бере салайық. Пакетмен қойып жей саламыз, пакетін лақтырып жіберіп.